Хабарым жалғастырамыз. Қазақстан мен Европалық одақ екі жақты ынтымақтастықтың жаңа кезегін айқындамақ. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеудің Брюссельге жұмыс сапары барысында белгілі болды. Кездесуде одақтың сыртқы саясат басшысы Жозеп Боррелл елдер арасындағы экономикалық қарым-қатынастың тұрақты дамып келе жатқанын айтты. Европалық инвестицияны ұлғайғанын да атап өтті. Әріптестікті одан әрі кеңейту үшін бірқатар шараларда қолға алу келісілді. Мұрат Нұртілеу президенттің тапсырмасымен екі жақты ынтымақтастықты нығайту мен дамытуға елеулі үлес қосқаны үшін Жозеп мырзаға және Европалық кеңестің басшысы Саймон Мордюрді достық орденімен марапаттады. В фокусе внимания сторон вопросы транспорта и логистики. Қазақстан мен Европалық одақ екі жақты ынтымақтастықтың жаңа кезеңіне аяқ басып жатыр. Тараптар барлық қарым-қатынасты күшейтуге ниетті. Көлік пен логистика саласына ерекше мән беріледі. Оның ішінде орта дәліз жобасын дамыту көзделген. Осы аптада Алматыда Европалық одақ Орталық Азия экономикалық форум өтеді. Жиында Еуропаны қайта құру және даму банкі осы саладағы ынтымақтастыққа қатысты зерттеулердің қорытындысын жариялайды. Басқосуда одақтың ішкі істер жөніндегі комиссары Ильва Йохансонмен бірге қазақстандықтарға виза ережесін жеңілдету мәселесі талқыланды. Мұрат Нұртілеу еурокомиссарды еліміздің виза саясатымен және заңсыз миграциямен күресу үшін қолға алынған шаралармен таныстырды. Қазақстан тарапынан одаққа миграциялық қауіптің жоқтығын жеткізді.